Сіздермен тұрғын қатпарлы самсаны оңай жолмен жасаймыз. Өте керемет болып шығады. Жасап көрейік. Жылы суға ашытқы және де жұмыртқамыздың ағын саламыз, сарысын бетіне жаққан алып қаламыз. Осылай араластырамыз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Және ең соңында тұзын саламыз да жақсылап қамыр илейміз. Сосын ол қамырымызды біраз көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Кез келген фаршқа пиязымызды ұсақтап турап, оған паприка, бұрыш, өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қосып, және де аздап сұйық май қосамыз. Және бәрін жақсылап араластырамыз. Көтерілген қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігімізді ұнның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Шамамен 2-3 миллиметрдей болу керек жұқалығы. Одан кейін сары майымызды ерітіп алып, соны жағып шығамыз. Одан кейін ұзыншақ етіп осылай кесеміз. Шамамен 3 сантиметрдей болу керек. Одан кейін оның бір шетіне фаршымызды қоямыз. Осылай қойып шығамыз әрқайсысына. Енді видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Яғни 3 бұрыш форма сияқты орауымыз керек. Осылай орай береміз. Сонда қатпарларымыз шыға келеді біздің. Болды. Тағы бір рет көрсетейін. Осы бір порциядан шамамен 12 самса шығады. Енді оны пергамент қағазыма орналастырып, табамызға бетіне жаңағы жұмыртқамыздың сарысын жағып, 200 градуста қызарғанша пісіреміз. Ас болсын. Каналыма жазылып қойыңыздар. Рахмет.